Балалар, бүгін біз қазақтың ұмыт болған ұлттық ойыны ботай ойынымен ойнайтын боламыз. Балалар, мына жерге қарасаңдар, бізде жерде не тұр? Асық тұр, иә? Балалар, бұл ботай ойынын жылқының тірсек сүйегімен ойнайды екен. Бірақ біз ол сүйектің орнына өзгертіп, қойдың сақасы мен сиырдың асық сүйектерін пайдаланып ойнайтын боламыз. Балалар, жалпы асықты ойнаған кезде шеңберде ойнайды, шеңбердің ішінде асықтарды тізіп атып ойнайтын, иә? Ал енді мына жерде қарасаңдар, ерекшелік пішін қандай пішіннің ішінде тұр асық? Тік төртбұрыш пішіннің ішінде асық тұр екен. Енді осы тік төртбұрыштың ішіндегі асықты біз атып, сызықтан шығарып, не істеуіміз керек екен? Атуымыз керек екен. Яғни бізде бұл жерде өзімізбен дәлдеп, нысанаға тигізіп, асықты ергендікпен атып, құлатып және шеңберден тік төртбұрыштың ішіне шығаруымыз керек екен. Иә, балалар? Ал олай болса дайынсыз ба? Иә.